Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Мен осы баспахана туралы хабарландырудан оқып едім. Аха. Кешіріңіз. Ханым, бізге еден жуушы керек емес. Мұнда қызу жұмыс жүріп жатыр, барыңыз. Жоқ, мен сізге басқа ұсыныспен келген едім. Тыңдаңызшы, менің танысым жазушылықпен айналысады. Қысқа әңгімелер жазады. Соның біреуін қарап көресіз бе деп алып келдім. Солай ма? Әйелдерде жазатын болған екен ғой. Мейлі, әкеліңіз көрейік. Отырыңыз. Әңгімелеріңіз тым ұзақ. Танысыңызға айтып барыңыз. Қазір оқырманға тәрбие емес, ойын сауық керек. Ал бұған қаншасын аласыз? Әдетте 25-30 $. Мына жұмысыңызға 20. Келістік. Барынша қысқартуға тырысамыз. Танысым тағы бір роман жазбақшы. Оны оқып көруге қалай қарайсыз? Жақсы көрсін. Бірақ оқырманға әйелдің қарапайым тұрмыс тіршілігі қызық бола қоймас. Оны уақыт көрсетер. Мен сізге міндетті түрде алып келемін. Сау болыңыз. Әйел адамның қандай шедевр жаза алатынын көрсетейін мен оған. Джо деп не болды екеулеріңе? Біз оған жай ғана деп отырсын деп үлгеріп. Қой? Не істеп жүрсің деп одан? Бұл заходе ғой, бермеймін деймін. Бір минутқа шындайын деп басқа шығып барасың. Енді мен кінәлімін бе? Мен кінәлі емес. Не онда? Хан алып кетші мыналарды. Кітап алып қызбады ғой. Ғафу етіңіз. Мәдениетті адамның үйінде жүрсіңдер ме? Бар, бұда да сабақтарын оқысаңдаршы. Сыйлықсыз Рождество болады ма? Кедеттен асқан сұмдық жоқ. Бұл неткен әділетсіздік? Басқа қыздарда қаншама әдемі заттар бар. Ал біз сияқтыларға ештеңе де бұйырмаған. Есесіне әкеміз бен анамыз бар. Бәріміз бақытты өмір сүріп жатқан жоқпыз ба? Жоқ. Бірақ қазір әкеміз жоқ қой. Бәлкім ұзақ уақыт болмайды. Ақшадан да тайып жатқанымыз рас. Сол ғой. Мына көйлекпен екінші жыл Рождествоны қарсы алып жатыр. Қыздар, жарайды көңіл күйімізді түсірмей, ертең керемет күн емес пе? Одан да мен сендерге бір қызық нәрсе көрсетейін. Күтетіңдер. Жоқ, не
осындай нәрсе ойлап табады. Не алып келеді екен? Бұл жолы не көрсетер екен? Аппақ қарлы айнала, билікті жайғада, жаңа жылды жаңа сезіммен, осы кезеңден бастаймыз сайлана. Жоқ болса да гүлдердің жағы, ойламаймыз, болады бәрі. Аппақ қарлы айнала, билікті жайғада, Жаныма сенің сөзіңнің көтерейік көңілді. Тұнжырауға уақыт жоқ енді, құштарлықпен сүрмейміз бе өмірді. Сәлем ханым. Ілемін болуға емес, оған жетпес, бақыт деген Қыздар, кеше жұмыстан келе жатып, анамызға дейін қолғап алдым. Қыздар, мен де сыйлық алдым. Қазір кіші тұрғызған. Бірақ қарамаңыздар. Жиырма келеді. Осы Джо бізге бір сыйлық алады да жүреді. Керісінше жақсы емес пе? Анашымыз қуанса қалатын болды. Бірақ Джо, Мен анашыма осындай әдемі топли алдым. топли. Ал қыздар, мен не алып деп ойлайсыңдар? Бір, екі, үш. Қандай әдемі. Сенің бедорамалыңа менің мына иіссуымды сеуіп қояйық. Сен оны қайдан алғансың? Дүкеннен кеше бара жинаған ақшамыздан Джо! Кішкентай, иіссуды қайда сеппекшісің өзі? Қайта, саған жағу қиын осы. Саған жағу қиын осы. Джо? Ерке. Әйгі тұрсаңшы. Джо! Жібер деймін үлкен емес, сіңлем. Дақтардай болып алтыналарын алсуар қарыш. Қыздар қойсаңдаршы. Білемін, менің айтқанымды тыңдамайсыңдар. Бірақ мына түрлеріңді аналарың көрсе не ойлайды? Ой, істемейміз. Сені қатты жақсы көреміз. Қатты. Анашым, енді сені сыйлықтарды тыңда. Тез, ертең келеміз. Тез. Сәлем қыздар. Сәлем, анашым. Сәлем, күндерің қалай өтті? Керемет өтті. Біз сабағымызды оқып қойдық. Үйді жинап қойған шығарсың. Жолдары сағынып қалдым сендерді. Сәлем, Джо. Қалайсың? Анашым, Рождество құтты болсын. Бақытты Рождество болсын жаным. Бізге сыйлық бар ма? Әрине, не алды деп ойлайсыңдар? Не алдың? Бір, Екі, сендер сүйіп оқитын кітаптарды алып ұнады ма? Иә, өте қатты ұнады. Айтпақшы менде тағы не бар екенін білесіңдер ме? Не бар? Әкеміз де хат келді. Иә. Не деп жатыр? Әкелері ұзақ хат жазыпты. Майдандағы жағдайды да баяндаған екен. Ал енді отырып тыңдайық. Қыздарыма менің шексіз махаббатымды жеткіз. Мен үшін беттерінен сүй. Олардың маған деген сүйіспеншілігінен рухани күш алатынымды айт. Мен парызымды адал орындап, ішкі жаулармен табандап тұрып күресемін. Оларды ұшқыр қимылдап жеңемін де мен үйге оралғанда кішкентай ханымдарымды бұрынғыдан да артық жақсы көріп, мақтаныш тұтатын боламын. Мен сондай өзім үшірмін. Әкем ортамызға оралғаннан кейін менен көңілі қалмайтын болады. Мен өзгеруге тырысамын, анашым. Бәріміз де тырысамыз. Білем, сыртқы келбетіме көп көңіл бөліп кеттім. Жұмысқа да барғым келмейді. Енді олай болмас. Мен түзелемін. Мен де түзелем. Әкешімнің әрдайым көргісі келетін кішкентай ханым болуға тырысамын. Енді бетімен кеткен дөрекі бұзық болмаймын. Иә. Жандарым, сендерді осындай барғақтармен жақсы көреміз. Сендердің кішкентай жүректерінде үлкен мейірім бар. Әке екеуміз сендерді мақтан тұтамыз. Әкелердің кішкентай ханымдары. Анашымыз де сізді қатты жақсы көреді. Иә. Қыздар, бүгін болатын кешке мисс Гарридің өзі Джозефина Марч, мисс Маргарет деп нағыз шақырту билетін жібереді деп кім ойлаған?
алу үшін бүкіл ақшамды жұмсадым. Бірақ қазір қалтамда тым жоқ. Сені біреу балға үйге шақырып кетеді. Өзіңе де қызық. Фу, қыздар, біреу желжеліп қойған сияқты. Біз көш. Жоқ, сезетін нәрсені сезесің. Сезіп тұрған жоқсыңдар ма? Нағыз күйген тауық не шығып жатыр ғой. Ой, қыздар, қойыңдаршы. Әр нәрсеге ұрсыса бермей. Дұрыс шықнышқа шашыңды жұлып алам. Жұлып! Күйдірдің. Нағыз күйген тауықтың өзі болдым. Енді бұл ауылдан қалай барам? Жоқ. Кесілген шашың сенің, мойып айтмас, өседі әлі алда. Қыздар барыңдаршы. Күйген тауық бұдан да әдемірек болады деп айтып еді. Кешірші. Дұрыс айтады. Бас болса шаш та өседі. Кешірші. Кешірші. Кел, мен мына лентаны шашыңа қыстырып берейін. Ең сұлу бикеш боласың. Рас айтам. Міне жарасып кетті. Кетті. Қыздар болсаңдаршы, атарба кетіп қалды. Қазір. Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine and we were sweethearts. That was then, but then it's true. I'm in love with a fairy tale, even though it hurts. 'Cause I don't care if I lose my mind, I'm already hurt. Қайырлы кеш, ханымдар мен мырзалар. Кешті көруге келгендеріңіз үшін көп рахмет. Оркестрмен сүйемелдеген кеш сіздерге ұнайды деп сенемін. Өте әдемі орындау болды. Сізді көргеніме қуаныштымын, Маргарет. Бұл менің сіңлім Жозефина. Танысқаныма қуаныштымын. Мисс Гарди, сіз болады ма? Бұл сіздің Европадан келген қонағыңыз. Мисс Шанель. Қош келдіңіз, мисс Шанель. Танысқаныма қуаныштымын. Сізге кеш ұнап жатыр ма? Я өте керемет өнеріңізге тәнті болдым. Жүріңіз, мен сізді басқа да қонаққа Осылар барып шығып балға бұрқанша, мыналардың біреуін күйеу қылып алмай ма деймін да? Еш жарық, мисс Маргарет. Сізді оңашаға шақыруға рұқсат етіңіз. Әрине. Мистер Капучино. Мистер Оксфорд. Надо и звать. Жылыңызда спалмайлады. Бетіңізден сүйіп, қайырды. Құрметті Жозефина Мач, мен сізді үш ұйықтасамда көрем деп ойламаппын. Әңгімелеспедік пе? Мүмкін мен сізге Еуропа қаласынан келген саяхатымды айтып берейін.
Мен Европа тауларында да болғам, маған бұл мүлде қызық емес. Сау болыңыз. Жозефина Марш, Европа! Сау Европа! Капучино мырза. Кешіріңіз, мен мұнда біреу әке боламын. Ештеңе етпейді. Қаласаңыз қала беріңіз. Сізге кедергі келтірмей ме? Ештеңе етпейді. Мен мұнда ешкімді танымаймын. Bir жағынан Европада келген, кеше ғана. Европа! Кешіріңіз, эмоцияға беріп кеттім ғой. Менде де тура сондай жағдай. Айтпақшы, сіз өте таныс. Сіз көршіңіз Лоренс мырзаға қатты ұқсайсыз. Я мисс Марш, дәл өзі. Мыстыңыз қалай? Тамаша, рахмет. Бірақ мен мисс Марш емес, жай ғана Джонс. Енді мистер Лоренс емес, жай ғана Лори Уолл. Лори Лоренс? Сөзі қызық есім. Я, менің шын негізі Джадо болады. Достарымның Лора дейтін онша ұнатпаймын. Сондықтан өзімді Лори деп атаған қалау еткен болады. Сенесіз бе? Менде де тура сондай жағдай. Өз атымды жек көремін. Маған Жозефина демей, тек Джо деп атағандарың бар. Қаласаңыз мистер Тедди деп атайын. Я, әрине, патшайым өзбесін. Джо, сіз билегенді ұнатпайсыз ба? Қатты ұнатамын. Тек билейтін жер кең болып, адамдардың бәрі көңілді жүрсе. Ал мына жерде мен міндетті түрде бірдеңені қиратамын ғой. Әлесіне алып. Бүгін ауа райы тамаша болып тұр екен. Мен қоңыр салқынның астында еркіндікте билегенді жақсы көремін. Қараңызшы, керемет емес пе? Шынданы, керемет. Ал сіз неге билейсіз? Тек қана сіз бе? Жоқ, сіз билей алмайсыз. Неге? Ешкімге айтпайсыз ба? Шармай. Менің бір отқа жақын жүретін жаман әдетім бар. Үнемі көйлекті кидіріп аламын. Міне мынаудан кидірдім. Маған біреу керек қоймасын, тапжылмай отыр деді ме? Сондықтан ешқайда қозғала алмай отыр. O ne diyeniz Miss March? Менің де осындай әдетім бар. Бұл біздің ортақ ерекшелігіміз болсын.
сіздерді абат тастауға рұқсат етіңіздер. Әрі ерте ғой, сіз қайта бересіз бе? Жоқ, не істегеніңіз? Бір күн артта қалай жүрсеңіздер? Бәрі осы жерден қателестім. Қандай жағында өнбәс. Осының барлығын өзің үйреніп алдың ба? Жоқ, мұны маған Лоридің атасы мистер Лоренс үйретті. Оның зәулім үйіне барып пианинода ойнағанда өзімді нағыз әртіс сезінетінмін. Енді бұл пианиноның биі бар. Мен оның бұл тартуына өмірімнен ғаздар секілді қалдым. Мен сондай бақыттымын. Сен үшін қатты қуаныштымын бәс. Бірақ осы жерден күні түні табылмайсың. Барып кішкене демалсаңшы. Ана жақта шай дайындалып жатыр. Біз тым не істеп алғансың? Не үйретесіз? Аяқсыз ойындарың бар. Туф, басталып кетті ме десем, қайдасыңдар бақыттарым? Мен осындамын. Кел бол отыр. Жоқ айда көрінбейді ғой. Немге шығып жүреді сол. Кеше көршінің баласымен апай жаппай болды ғой. Тағы ешкімді. Осы мен кешіге өлем, сендер ғой ерте бастап қоямын. Отыршы тезірек, өзімізді сені күтіп қалып. Ал бірінші, бәріміз осындамыз ба, соны тексеріп жіберсек. Бірінші, Огастас Ноткрос, осындасыз ба? Осындамын. Тамаша. Келесі, Трейси Тафман. Осындамын. Керемет. Натаниэл Уинклэп. Бармын. Тамаша. Төрт көзіміз түгел екен. Бүгінгі Пиквик клубының жиналысын ашық деп жариялаймын. Ең алғашқы талдайтын мәселе бір апта бұрын қойған қойымыз бәріне ұнады. Сол үшін клубымыздың Шекспирі Огастас Ноткросқа шексіз алғысымызды Браво! Ал бүгінгі жиналысқа келер болсақ, клубымызға түскен шағын пікірлер артып қалыпты. Ол қандай шағын? Келсек талмайық. 3 күн бұрын клубымыздың мүшесі Трейси Тафманның мысығы қазады. Қайғымызға бардық біз Трейси Тафман. Осы Огастас Ноткрос үндегі жиналыстарға кешігіп жүреді. Сонымен қатар менің әдебиеттен екі алғанымды келемештеп болып тоғай сасқан, а? Натаниэл Уинклэп, сіз қашаннан бері сабағыңызға көңіл бөлетін болғансыз? Жоқ, мырзалар, тоқтатайық. Ендеше аптадағы үлгерім мәселесіне келсек. Мэг жақсы, Джо жаман, біз өте жақсы. Элми қадағаттанарлық. Джо жаман? Келіп тұрсып жүрміз ғой? Иә. Сіздердің қанағаттанбағандарыңызға мен кінәлі емес. Жоқ, осымен Пиквик парағы аяқталды. Сіздердің ұсыныстарыңыз бар ма? Президент мырза, қадірменді мырзалар, менің сіздерге біздің қауымымызға жаңа мүше қосып алу керектігі туралы ұсынысым бар. Ол сөз жоқ, клубымыздың дамуына қарқынды үлес қосады.
Шоқырқы, мырзалар, мен сіздерге джентльмен ретінде уәде беремін. Ол ондай әдепсіздікке бармайды. Осатын болса, оның бізге көмегі көп болмақ, а біздің оған береріміз жоқ. Мен бізге жаңадан қосылғанда қасымыздың. Керемет шешім Трейси таптың. Ал мырзалар, тағы біріне дауысқа салайық. Айта кететін болса, ол біздің Лориміз. Сондықтан бәріміз иә дейміз. Лори болса, иә. Лори болса, атасына келерсің. Ал енді көп созбай, сіздерге қауымыздың... Бәрі жақсы, бәрі жақсы. Мына екі қолды қалған бетімен кеткендік. Білгенін істеп жатыр. Кешірім сұраймын ма? Президент мырза, алдарыңызда өзімді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Мен Сэм Уэйлер, осы үйдің оның қызметшісі. Мен құруға келдім. Алдарыңызда өздеріңіз білесіздер, жаңа пошта жәшігін тапқан болатынмын. Және сол пошта жәшігін алдарыңызға табыстау үшін менің тәрбиешім, әрі көмекшім Джон Брук шақырамыз. Төбеттіңіз, мұнда жолдасыңыз. Ілтипатыңызға рахмет. Кештеріңіз көңілді өтіп жатқан секілді. Иә. Сіз жаңадан бері осында болдыңыз ба? Шын ба? Мен есік алдында тұрдым. Лори екеуміз шкафқа сыймады. Білесіздер ме? Мен әрдайым осындай көңілді, әрі бақытты отбасында тұруды армандайтынмын. Менің армандарымның бір десе болады осы. Сен басқа қандай армандарың бар? Әңгіме ұзаққа кететін сияқты. Мен осы жерге шай әкелейін. Ал кеш бар. Менің арманым осы шетел асып. Шаруашылығым жалғастырса, бүкіл әлем менің өлеңдерімді тыңдаса, осы ма деді менің арманым. Сіздерге ше қандай армандар бар? Ал менің арманым жиһазға толы үйім болса, сәтті киім, дәмді тағам, сүйкімді адамдар, және көп ақша. Осының барлығын шертіп жүріп басқарғым келеді. Сонда менен бақытты адам болмас еді. Ақылды күйеуім, сүйкімді балаларың болса екен деп неге айтпайсың? Оларсыз сенің армандарың арман емес еді ғой. Жоқ қойшы, сесесің ғой менің армандарыма. Белгілі ғой сенің армандарыңда саяса, ол кітаптардан басқа тым болмайды. Онда тұрған не бар екен? Иә, менің армандарымда іші араб сәйгүліктеріне толы ат қораларым, кітапқа сірескен сөрелерім болады. Ал мен өзімнің қаламымды сиқырлы сиясатыма малып отырып, керемет кітаптар жазамын. Бай, ауқатты болам. Міне осы менің армандарым. Ал менің арманым әкем мен анамның жанында болып, оларға қамқор болып, кішкентай пианинодан пайда болғаннан бері мен сондай бақыттымын. Ең бастысы, осылай ойнап күліп отырсақ, маған басқа ештеңе керек емес. Ал менің армандарым өте көп. Ең бастысы, Римге барсам, ол жақта өнер танып, әлемнің ең үздік қалам шебері атансам, керемет емес пе, иә? Қарап тұрсам, мырзалар, осы бестен басқасыңыздың барлығы адақты әрі әйгілі болғыңыз келеді. Бірақ маған осы қызық. Осы армандарыңыздың барлығы бір күні орындалар ма екен? Сендерді білмеймін, бірақ арманымның кілті өз қолымда. Міне, ол тек іске аса ма, аспай ма, соны ғана тексеру қалды. Иә, мен де осы бір арманымның кілті тұрып айтып тұрмын. Менде де арманымның кілті бар, бірақ сол арманды жүзеге асыру үшін атам рұқсат бермейді. Отыруыммен университеттің арнасында қамалып. Ал менің арманымның кілті өз қолымда. Ол міне, осы бұл қалам. Ал менің мүлде кілтім жоқ. Оны дегеніңіз, сізде бар ма еді? Ал сіз қандай кілт туралы айтып жатырсыз? Сіздің сұлу жүзіңізді айтып. Ол таза ақымақтық, одан ешқандай пайда жоқ. Жарайды, ал сіздің армандарыңыз қандай? Менің арманым сіздер секілді шетелге барып, бірақ ол жақта профессор атану. Мені ол жақта тіпті шақырған да болады, бірақ анамның сырқатына байланысты бара алмай қалып қалдым. Ал қазірде сол шешеме кезінде көмектескен кәрі кемпірді қарамағыма алып көмектесіп жүрмін. Сіз бұны мақтан етуіңіз керек. Сіз өте төзімді әрі күшік бейіл екенсіз. Достар, кеттік. Бұл жерде біз артық сияқты. Кете берейік, жоқ. Сырттай көргенде тамсанып, жай кете барасың. Бірақ бүгін жаныма келгенде өзімді қоярға жер таппай қалдым. Не болса соны анамды айтып берген жер көрдім. Тағдырыңа жазылған жанды көрсең, осылай болады ма өзі? Қысқасы тежелгенің болмас. Әйтпесе Мэг секілді қыз бәрінің арманы ғой.
Жоқ, айтпақшы қыздар, мен театрға деп 4 билет алып қойғам. Егер сіздер қаласаңыздар, жол көру екеумізбен келсеңіздер болады. Керемет, театрды жағдым сен. Бір екеумізбен барсақ болады ма? Иә, әрине. Сіздер шыға беріңіздер. Біз Джо екеуміз арттарыңыздан барамыз. Қазір тез келеміз. Ал мен шетке жинап тастайын. Осы Джо мені үнемі алып кетпейді. Мен де барғым келеді театрға. Лоримен бірге. Қазір көрсетсем мен оған. Осы мен Джоның күнделігі. Өзіне сол керек. Не істер екенсің? Мэг, ау, Менде не бар екенін білесің бе? не бар? Мен мынаны тауып алдым. Жоқ, рұқсат салуға болады екен. Жүрегімді жалағаным айтбеке. Жоқ, қойшы. Өзіңізге деген жүрегімдегі махаббат асау тайдай қуатты. Егер сіз де осы сезімнің бір ұшқынын болсын сезсеңіз, маған белгі беруді сұрайын. Сол белгіні мен өмір бақи күтуге дайынмын. Махаббат деді ғой, Мэг, махаббат. Белгі берсеңші. Сен өзіңе қарап алшы. Анау балдағы жігітші. Еуропа қаласына барған. Саяхатым туралы айтып бергім келген. Еуропа теңізіне шақырмады ма сені? Қыздар, қараңдаршы мен суретімді рақтап қалдым. Әдемі ме? Сен таланттысың ғой. Суретің де күшті шығыпты. Рахмет, Мэг. Осы кішкентай бекешке не жетіспейді осы? Жоқ, үлкен емессің бе, кешіре сал. Кешірмек түгіл бетіне де қарап деймін. Дәптеріңді жыртып тастады ғой ол? Жоқ, өйтеуші болма. Сәлем, Уэс. Уэс, қалайсың? Қайдан келе жатырсың? Саймондар отбасына барып келе жатқан. Уэс, анашымыз келгенше бармай ақ қойшы деді ғой сол үйге. Енді онсыз да бармайтын сияқты. Балалар ауырып қалыпты. Айыққанша үйде болады. Өзіңнің де өң қашып кетті. Қане, келші. Жаным-ау, сен күйіп тұрсың ғой. Мен шығып келейін тез. Иә, тезірек. Келші, жатыр бол. Қызым әлі түспепті. Сорпа дайын болғанша дәріңді ішіп алуың керек. Қызым әлі басын алыпты. Сен де өз шешеңмен айналыса бердіңдер. Маған мойындамай қойыңдар. Мойындамаған несі? Аяқ жазылып кетесің. Кішкенесін қылам. Біз саған қамқор боламыз. Болып қалды. Өзінің алып жатқанына бір апта болды. Дәрі-дәрмектердің бәрі бітті. Азық-түлікке де ақша қалмады. Иә, мен де жұмысқа барып жүрген жоқпын. Мажда теңізде сұрай беруге ұят. Жоқ, не болса да ол ақшаны өзім тауып беремін. Қайдан таппақшысың? Сенің анау шығармаларың да сатылып жатқан жоқ. Мен шашымды сатамын. Оны маған түк керек жоқ. Жоқ, олай жасаушы болма. Мен шашымды сатсам, бәстік дәрі-дәрмекке де, азық-түлікке де ақша жетеді. Кейін сөйлесем, мен шешім қабылдап қойдым ба? Бәстік қабылдап.
тұрмышым. Қазір сендерден аларға табыстайтын менің үлкен сыйлығым бар. Сыйлық болғанда тосын сый. Дәл қазір сендер көздеріңді жұмсаңдар, жаңағы тосын сый алдарынан шығатын болады. Кәнекей, жұмамыз, ашпаймыз, жұмамыз, біз көзін жұмып ашпаймыз. Алдарынан шығатын болады. 1, 2, 3. Осы үйде мені біреу сағынды ма екен? Әке, бай. Әкешім келді тұра ғой. Қалайсың, Джон? Қолдарың қалай қыздар? Әкең кепті ғой, сіз келіп менің үшін толып қалды ғой. Қалдарың қалай кішкентай ханымдарым? Сендерді қалай сағынғанымды білсеңдер ғой. Біз де сізді асыға күттік. Сенің хатыңды оқып қыздардың жақсырақ өзгереді деп сөз берген. Баяз, кішкентайым жағдай қалай? Ауырып қалыпсың ғой бұтам? Қазір барлығы жақсы. Маған Мэг пен Джон жақсы қарайды. Жарайсыңдар жандарым, мен сендерді мақтан тұтамын. Осындай қуанышты сәтте арамызда Джон болғанда ғой. Джон келген болады, бірақ атамай амандасам деп біздің үйге кетті. Орионда адамды осы үйге шақырып, құрметті қонағымыз болсын. Джон. Иә, Джон дегенсің. Жақсы, мен онда барып шақырамын. Рахмет, Ай. Айтпақшы, әкелердің келетін аш пәтерлерге де ескерттік. Қазір Эми үйге келіп қалу керек. Онда біз Джо екеуміз мерекелік дастархан жасайық. Сізде ойында керемет болатын еді. Сен атышмасын. Эльмиді көрмегелі көп болды. Әкешім енді сіз де ешқандай кетпеңізші. Ешқайда кетпеймін қолды. Әкешім. Эми, Әкетай. Амансың ба? Аман өзің қалайсың? Жақсы. Анашым жан. Ауырыңнан толық аяқтың бәрі сен сағын тамақсың. Иә, саған көп рахмет. Мен жоқта қыздарыма бас көз болыпсыз. Кәнекей, жайғасыңыз. Сен ол менің парызым ғой. Ең бастысы сендер аман болсаңдар болды айналайын. Мектен жоқ өрмейді ғой. Олар арық жақтар үшін. Ой, мынау не? Жақсы, мен көмектесіп қайтайын оларға. Әкем келіп, көңілім қалай жайланғанын айта алмаймын. Қиялымдағы нағыз бақытқа қол жеткізген секілдімін. Енді тіпті мына ауру да жаныма батып тұрған жоқ. Сіз бүгін ерекше құлпырып тұрсыз. Бай болсаң сен де сондай боласың. Маған негізі бай болу үшін құлпырудың да қажеті жоқ. Себебі мен сұлумын. Жыл өте мен қызыл шарбақ сияқты. Жыл өте әдемірек боламын. Және менен асқан жылы сұлу жандар қасында. Ол менің жан-жарым және аяулы қыздарым. Жақсы. Сенің айтқаның бәрі бола қойсын. Сәлеметсің бе, Василий? Сәлеметсің. Ей қыз, сен маған кітап оқуға қашан келмексің? Мазатта келіп кетем. Жақсы, күтемін. Жұмыс әкем оқып жүріп саған көмектесіп жіберейін. Бара қойсын. Жолдан шаршаған шығарсыз. Ауыз тиіңіз шайдан. Қошта дей, қалайсыз? Ой, жақсы. Өзі қалайсың айналайын? Лориялар келіп қалған шығар. Иә, жайғасып шай іше беріңіздер, мен барып келейін. Жұмысыңыз қалай болып жатыр? Тамаша, қазір жаңадан киімдер шығарады. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Сәлемет, Джон балам келдің бе? Джон, Лори мен мистер Лоуренс әлі келмеді ме? Мистер Лоуренстің бір шараға шығып қалып, Лориді өзімен бірге алып кетті. Солай. Айтпақшы, таныс отырғызып кел. Ол Джон Брук, Лоридің тәрбиешісі. Сырқаттың кезінде жанында болып, біраз көмектесті. Өте тәрбиелі, кішіпейіл, адал жан. Мақтауымды асыра сілтеп жібердіңіз ғой. Саған не айтса да жарасады балам. Иә, қолғабыс болу деген жақсы ғой. Рахмет айналайын. Мен де танысқаныма қуаныштымын. Тәрбие. Айып етпесеңіздер, бір мәселе айтқалы келген едім. Енді бұл жерде сөз сөйлегенім өз басым кеңкектеген болып көрінеді. Бірақ барлығын жиналып қалған екенсіздер, осы жерде айтып жөн көрдім. Иә, бұйымтайың болса айта ғой балам. Иә, балам. Бұйымтай деуге келмейді енді. Менде болса, қысқасы менің Мэгте бұрыннан көңілім бар. Және сөзімнің жарасқаны ұзақ болмаса да, оны өзіме жақын тартамын. Және ең алдымен өздерінің алдарыңызда өтуді жөн көрдім. Бұл енді бір күтпеген жаңалық болыпты. Кішкентай қыздарымның қалай өсіп қалғанын да байқамай қалыппын. Иә, біздің көз алдымызда жүрген баласың. Сенің әдептілігің мен ізеттілігіңе біз тәттіміз. Әрине, Мэгтің өзі қарсы болмаса, біз келісімімізді бердік. Әрине балам, мен де келісемін. Көп рахмет. Бұл сөздерді сіздерде естіген қандай ғанибет. Сендер бақытты болсаңдар болды.
Ошондуктан өмүрүңдө бастамай жатып өрескел кателик жиберип алганыңды кааламайм. Сен күйөөгө сәтті шығып, отбасыңа көмөктесүүгө тийиз. Ол үшін сенің міндетің бай адам табу. Сен мұны түсінуің керек, Мэг. Бірақ менің әкем мен шешем олай ойламайды. Олар Джон кедей болса да оны жақсы көреді. Әкем мен шешем. Әкең мен шешеңнің тіршілік жайындағы түсінігі екі кішкентай сәбидің түйсіктен артық емес. Мен керісінше солай болғанына қуанамын. Мынау Джон кедей. Оның тіпті бай туыстары да жоқ. Қайтып көрмексің ол. Сонда не кейін балалар дәл осындай үйде кешерге ас киімге киім таппай өмір сүргенін қалаймысың? Мэг, мен сен туралы ақылдырақ шығар деп жүрсем, Жарты өмірімді сарп етіп құртсам да, одан артығын таппас едім. Ол өте ақылды және мейірімді. Ол еңбек етуден шаршамай, түсінесіз бе? Ол міндетті түрде мақсатына жетеді. Ол менің жас, ақылсыз кедей екеніне қарамастан, мені жақсы көретіндігін мақтан етем. Сол үшін әңгімені осы жерден тоқтатайық. Бикеш, ол сені бай туыстарының барын біледі. Менің бай екенімді біледі. Менің топшылауымша, оның тіпті бар махаббатының мәні міне осында жатыр. Тыңдап ал, егер де мына жолға күйеуге шығамын деген райынан қайтпайтын болса, менің мұрагерім боламын деп дәмеленбей ақ қой. Тәтей, сіздің олай деуге қалай тәтіңіз барады? Джон ондай ұсақ түйектен жоғары тұр. Егер осылай жалғастыра беретін болсаңыз, мен сізді мүлде тыңдамаймын. Мен бәрібір аш көз, атақ құмар, залым көреді ау деймін. Мейлі, көрсе көре берсін. Бірақ олардың шынымен де жақсы өмір сүргенін қалаймын. Інісінің ақшадан тарылып, жағдайын 4 қыздың басынан асыра алмай жүргендігін кім құптайды дейсің? Әттең, мені тыңдайын деп тұрған ешкім жоқ. C'est un venir sans ragir, je vous l'aime comme les passés. Merci. Мистер Марч айтқандай, махаббат толы сезім. Сіздердің махаббаттарыңызға тек қана адалдық пен сүйіспеншілік тілейміз. Бүгін сіздер бір-бірлеріңізге иә дедіңіздер. Құрметті мистер Брук және мисс Марч, сіздерді ерлі-зайыпты деп
fame. You may not have the cash, but you'll make that girl your own if you've only got a mustache, a mustache, a mustache. If you've only got a mustache. You may be big and fat, or uglier than sin. All the ladies shut you out. You're wondering how to get in. Well, here is my advice for how to make a splash. You can have your pick of gals if you've only got a mustache, a mustache, a mustache. If you've only got a mustache, a mustache, a mustache, a mustache. Big mustache, thick mustache, my mustache, your mustache. Say the word mustache, a mustache, a mustache. Now we both have said mustache, a mustache, a mustache. If you've only got a mustache. Anашым, Марс сен Европаға кетіп бара жатыр. Ол мені де алып кететін болды, анашым. Қаншама жыл оқыған кітабының ақысы болатын болды. Жоқ, ол мені алып кетіп бара жатыр. Өзімен бірге бару үшін. Ол сені өзі шақырды ма? Иә, мен ол жақта өнер танып француз тілін үйренемін. Жоқ, саған французша ұнамайтын еді ғой. Сен үшін қуаныштымын әрине. Рахмет, жоқ. Мен әкетай айтайын. Әкетай! Ал қызым. Мен Европаға кетемін. Иә. Мәйк тұрмысқа шықты. Әйме болса Европаға кетіп барам. Сен де оқуыңды бітіресің де кетесің. Бірақ мен біз сияқты момын емеспін. Әділетсіздікті жек көремін. Сен де бұл жаққа кете аласың, Джо. Сенімен бірге басым ауған жаққа кетейін бе? Жоқ. Джо, тыңдашы мені. Мен сені алғаш көргеннен ұнаттым. Көңілді білдіргім келді. Бірақ сен тыңдамадың, мейлі көнемін, бірақ дәл қазір сен мені тыңдап, өз жауымды айтуым тиіс. Джо, тыңдашы. Мен сен үшін барлығын жасадым, түсінесің бе? Миллиардтан алмасаған, мейлі тастадым, сағынамайтын нәрсенің бәрін өмірмен алып тастадым, Джо. Неге? Өйткені сен мені ұнатам деп ойладым, Джо, түсінесің бе? Мен білемін, мен саған лайықлар емес, бірақ сен мені Ол не дегенің Лори? Ол сен мен үшін тым жақсы адамсың. Ол мен саған лайықты емеспін, Лори. Мен екеуміздің достығымызды қатты бағалаймын, бірақ мен сенің досыңнан артық ешқашан көре алмаймын, Лори. Ешқашан? Джо, мен сені ғана жақсы көремін, басқаға бірақ қарай алмаймын, Джо, түсінесің бе? Мен оған мүлде сай емеспін. Онда неге атадан басқаша ойлайды, неге баян басқаша ойлайды, Джо, қарашы бірге. Сен менің сезімді қабыл алып бірге Нью-Йоркқа барайын, одан асқан. Сен өзіңе лайықты аруды кездестіресің. Ал мен мүлде тұрмысқа шығу туралы ойламадым ғой, Лори. Қалай мен өз еркіндігімді тым қатты бағалаймын, Лори. Өзімді бір некеге байлап қоя алмаймын. Түсінші мені. Ал менің ойымша, Джо, сен қателесесің. Bir күні өміріңе біреуді кездестіресің. Сол адамға ессіз ғашық боласың. Және сол адаммен өз өміріңді байланыстырасың. Қара да тұр. Өзің арыстаған куә боласың. Мен де, бәлкім мен де куә боламын.
ойлап жүрсің бе әлде Лоримен Лоримен жай кішкене келіспей қалдық. Уайымдайтын да неңесі жоқ. қызым ау көріп жүрмін ғой күні бойы қабағың ашылмайды. Осымен екеуміздің достығымыздың соңы келген сияқты. Әдеттегідей бәрі менің қызбаған, қызуқандылығымның кесірі. Ол тек сол үшін ғана Парижге кетпекші ме? Парижге? Білмеймін соңғы кездері не болғанын, анашым. Өзімді сонда жалғыз сезініп жүрмін. Европаға кетем деп жүргенде тәте Эмиді алып кетті. Біздің жағдайым мынау. Лори де. Әлде мен оның бетін қайтарғаны дұрыс болмады ма? Сен оны жақсы көресің бе? Тағы билет шақырса келсең деп ойлаймын. Тағы да сұрайды деп ойлайсыз ба? Сонымен сен оны жақсы көресің бе? Ең бастысы мен жақсы көрсе болған емес пе? Менің сүйікті болғым келеді. Шынайы махаббат үшін сезімдер екі жақты болу керек қызым. Иә, оны білемін. Соңғы күндері анашым өмірдің әділетсіздігінен шаршадым. Әйелдердің өз ойлары, сезімдері, таланттары мен мақсаттары бар емес пе? Неге бізді тек махаббат шыңдарға деп қабылдайды анашым? Осы ойлар маған біраз үйренер емес. Жоқ қызым, құрбос уайымға салына бермеші. Қоғамның әділетсіздігі жанынан қалай бататынын мен жақсы түсінемін. Бірақ бәрін бір сәтте өзгерте салуға болса ғой шіркін. Ал сен өзіңнің әңгімелеріңмен әлі талай оқырманыңның ойын өзгертесің. Сенің түпкі мақсатың да сол емес пе талғыным? Жыламашы, кәне көз жасын сүрсең ғой. Алдында қораптардың арасынан өзің сүйікті аюын тауып алып, есіңде ме екеуін таластырып ойнайтын едіңдер ғой. Өзің сүйікті ойыншық боласың. Анашым. Борис, қызым, жаңағы ойыншық, қазір ме жаңағы ойыншық? Бір сұрап қаласыз. Сәлем, Лори. Сен мұнда қайдан жүрсің? Атамның кітаптарын жүргізіп еді. Расымен де Парижге кетіп барасың ба? Иә, жоқ. Мен асып тұрып көре бердім. Ал жаным, мына өзіңнің жазған әңгімелеріңді оқып берші. Жаным, мен түкке тұрмайтын әңгімелерді қайтесің? Одан да жатып дема. Жолы оны іздемеші. Сенің жазған әңгімелерің мені бойыма қуат береді. Мен өлсем де өз әңгімелеріңді жазуды тоқтатпашы. Жаным, ау, өлімді аузыма тағушы болма. Мен саған қамқор боламын. Сен әлі жазып кетесің. Сосын өз әңгімелерімді жазбашы орасан ойланып жүр. Әрине, саған уәде беремін. Сен үшін біз туралы кітап жазып шығамын. Сол кітапты әлі сүйістіріп оқитын боласың. Қазір күте тұр алып келемін. Жоқ. Жоқ. Саған бәрі штраф бер, жоқ. Керек пе? Жоқ. Өз жаным, жоқ от. Лори. Жалбай, бәрі Лори. Жоқ, мұнда келші. Жоқ, мұнда келші. Жоқ. Бәрі жақсысын дем ал. Бәрі жақсы. Дем ал. Лори, не болып қалды? Өз өтінемін өзіңді ашы. Өтінемін өзіңді. Жоқ, тамыр таппай жатыр. Де Жоқ. қалдырсың, тапсырмай. Анашым, өз қабірде не болып қалды, өз. Де қалды өзің. Не болып қалды? Біз! Біз қызым! Біз ояқсың! Біз! Не үшін болғаны?
Көзіңді ашып өтінемін анашым, айтшы Эми хабарлайм. Ол да өзімен қоштасуы керек қой. Жоқ, оған хабар бермеңдер. Ол Европадағы оқуын тастап жетіп келеді. Сонда оны оқу біздің өмірден артық тұрғаны ма? Ол неге әрдайым қиын-қыстау кезде далаға жүреді? Қызым көзір. Ерсіңге де оқиды. Қыздар, абайлап қолмаймыз. Мұнда отыра қойыңдаршы қыздар, өтінемін сендер қазір. Бір жерлерде алып қалсаңдар тағы. Көріп тұрсыңдар ғой, қыздар, бұл жер Париж. Өз-өздеріне ешқандай шектеудің қажеті жоқ. Бұл жер еркіндіктің қаласы. Мен мұнда 2 жыл отырып жатырмын және еш өкінбеймін. Өздерінің шектеудің қажеті жоқ. Қазір сендер араларында шығайсыңдар, мен кішкене демалмасам, мен еш қарсы емессіңдер ғой. Бәрі жақсы. Қарсы емессіңдер ғой. Бәрі жақсы. Жаңа айтқанымдай, қыздар, наға демал керек секілді. О, Эми ханым, неткен кездесу бұл деген Эми ханымның өзі емес пе, қыздар? Кеше мен сені қанша уақыт күткен білесің? Қанша уақыт? Бізді қайтадан ұстап алған секілді, қыздар. Эми, сен маған олай ренжімеші, өтінемін, мен қыздар қазір. Ол. Мен сен туралы не ойлайтынын білесің? Сен мен үшін жиіркенішсің. Жиіркенішсің ба? Алғанда ақшаң бар, таланттысың, әдемісің. Сен құлағыңа жағатын нәрсені ғана естисің ғой. Парижде жүргеніңе 2 жыл болды. Бірде-бір рет болсын талантыңды қолданып көрдің бе? Атаңшы сені үйінде уайымдап жатқан. О, әулие еместі шыттағым не істеп ойын айтыңшы. Қолыңды қара жұмыс көрмеген. Құрғыр жүзігін білегімен батып бара жатыр. Бұл жұртты маған жол өтеді. Өте өкінішті ой. Жо сені сәпет менің ең өзгереді ме десем, қатты қателесің. Ал сіз соңғы кездері не бітіріп ұлы суретші. Клода Моне. Мына жігіттің өзінің тұрмысқа шықпағансыз ба, ем аяғына аман. Гарибон ханымдарды. Эми Марч. Жозефина Марч. Отбасымен бірге басыма байлап қалған мен. Атам да айтады, отбасың құр, үйлен. Ал мен отырсың мынау. Көшенің қақ ортасында әлде бір таяқ жеп. Бақытты өзгертетін кез келді, Лори Лоренс. Бақытты өзгертетін кез келді. Бақытты өзгертетін кез келді.
иә, неше түрлі желілер басымнан шықпай қойды. Жазып тастамасқа болмады. Оның үстіне баспаханаға да уақытылы тапсырыс беріп үлгердім. Жә, оталып барасыз ба тегі? Мен жай ғана сізден қал жағдайыңызды білейін дегем. Жақсы ноғай, тек мынау тамағының ойдағыдай шықпай жатқан мына заңға тиіп барады. Әлгідегі жолдарды есіме түсіре алмай отырмын. Мүмкін жоқ қалсаңыз, ішімен бір шығар. Иә, расымен, кімге оқысам деп отыр едім. Сіздің сіне көзқарасыңыз көп көмегін тигізер. Мен сізге шынайы баға берген қалайсыз ба? Иә, әрине. Қазір ол. Жоқ. Сіз расымен де осындай туындылар жазасыз ба? Иә, оны мен айтқыңыз келіп тұр. Мен мұндай жазу мәнері алдыңғы ғасырда қалып кетті ма деп ойласам. Фридрих, сіз мені мазақ қылып тұрсыз ба? О не дегеніңіз жоқ. Әлде сіз маған ренжіп қалдыңыз ба? Рас айтамын, сіздің романыңызға кейбір түзетулерді қажет етеді секілді. Иә, сол алайсыз ба, иә? Екеуміздің көзқарасымыз келіспейді екен. Одан да өзім отырып жазғаным. Енді өзіңіз бағана кез келген сіздің пікір қабылдаймын деген жоқсыз. Иә, бірақ мен... Жарайды. Жоқ, қараңызшы. Менің ойымша, мына бір жеріне осындай өзгертіп қолыңызды дұрыс. Қараңызшы. Мен төрт қыздың өмір туралы роман жазып жатырмын. Оны сіз түсіне қоймассыз. Мен олардың жан дүниесі туралы, сезімдері туралы, арман мақсаттарына жету, өз бақытын табу... Жоқ, кешіріңіз. Сіз жанып тұрсыз. Фридрих, ілтипатыңызға рахмет. Жоқ, расымен сіздің көмегіңіз. Жанып атам. Қалсаңыз, мен сізге жаңасын алып берейін. Мұндай істешпен есте жоқ. Қолыңызға жайғасыңызшы. Иә, одан да бір отырып жазуым жалғастырайын. Мен сізге кедергі келтірмей-ақ қояйын. Сау болыңыз. Өмірімде көрген ең керемет жан десем, артық айтқан болмас еді. Кешегі балда билегенімізді әлі де ұмыта алар емеспін. Ғашықтық па, әлде басқасы ма, өзіме де түсініксіз. Ол да маған кетер емес еді. Бағана маған қарап қызарып сала бергені соған дәлел емес пе? Дәл қазір мен сенің алдынан кешірім сұрау үшін келіп едім. Кешегі қылығым орынсыз болды әрине, бірақ Ештеңе етпейді болмайды. бесті соңғы бір ай маған өте ауыр тиді. Кешірші мені. Кеше мен де өз-өзімді ұстай алмай қалдым. Кешегі Галиннің соққысы қатты тиді ме? Иә, біраз түсіп кеткені бар. Көрсетші. Иә, бір жағы. Мына жерде? Иә, Мынау?
Неге? Жоқ болмайды. Мен ана жақтағы портрет мен ғой. Сен емес ой. Жоқ, мен білемін ғой, ана жақтағы қаржы кеткен бері шашылмай кетпейді. Сен емес. Гаримон тастап мен салғысы келсін бе? Гаримонға тұрмысқа шыққан жатсың. Сөз салып қойдым. Иә, кеше салдым. Тұрмысқа шықпақшы ма? Не дейсің? Тұрмысқа шықпақшы ма? Өмір бақи жолын көлеңкесінде өткізіп келдім. Ол елді кішкентай кезімнен бері жақсы көрсем де, сезімдерімді тұншықтыруға тырыстым. Бірақ, бекер сияқты. Оны қайта көргенде, сезімдерім оянып, махаббатым жанымды өртеп бара жатқандай. Қыздар, отырыңдар. Я ұзақ жолдан келіп жатырмын. Сәлем. Қалайсың? Европа туралы айтыңдар. Ой, ол жақ маған өте қатты ұнады. Ол жақтың ауасы да өзгеше. Неше түрлі көрмелер бар, өнер тануға нағыз керек жер екен. Тіпті бір көрмеге менің суретім ілінді. Керемет. Европа сендерге шаққан сияқты. Рахмет анашым. Миссис Марш, сіздерге айтар жаңалығымыз бар еді. Айтпақшы. Енді Эми екеуміз біргеміз. Бұл бір күтпеген жаңалық болып. Бақытты болыңдар жандарым. Сендер үшін қуаныштымын. Бақытты болыңдар, айналайындар. Иә, сендерге тек бақыт тілейміз. Рахмет. Мен анаша налып көмектеспеймін. Басты сіздердің махаббат мақсат болды. Иә. Тамақтан алып отырыңдар. Біз тағы бір қонақ күтіп отырмыз ба? Біреу келетін бе еді кешіп? Білмеймін. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз. Анашым. Кеш жарты уақыттарыңызды. Сәлеметсіз бе? Белгісіз уақытта келген болсам, айып етпеңіз. Ханнаның пәншілері. Фридрих, сіз мұнда қайдан жүрсіз? Шақыртқысы келген болсам, айып етпеңіз. Нью-Йоркқа барар алып бір кіріп шай деген едім. Онда тұрған ештеңе жоқ. Жоқ, мен өте келген сияқты. Келмеуім керек. Жоқ. Қонағымыз бол. Дастархан Иә, бар. көргеніңіз өтінемін. Қонақ болыңыз, ұялмаңыз. Жоқ, таныс екен. Көрген шығар ғой. Көдешеңізді маған бере салыңыз. Что етіңіз? Таныс бетіңіздер? Қазақстан орнына қойыңыз. Бұнда келетін Қонағыңызды таныстырып екен? Менің есімім Фридрих Байер. Біз Нью-Йоркта Джомен бірге бір пансионатта тұрғанбыз. Бір пансионатта?
таныстырма болмай. Бұл менің еріктағы досым Фриди. Ал бұл менің отбасым. Әкешім, анашым, үлкен әпкем Мэй, кішкентай сіңілім Эми және оның жолдасы Лори. Таныс болыңыздар. Өте қуаныштымын. Сіз бұл жақта ұзақ уақыт болмақшысыз ба? Жоқ, маған негізінде Калифорниядан профессорлық қызметке ұсыныс келген болды. Енді мені бұл жақта ештеңе де істеп тұрған жоқ. Ол жақта бәрі жаңа. Және де иммигранттарды қонақжайлықпен қарсы алды. Керемет. Мүмкін мен де сол жаққа барып көремін. Адамдар. Иммигрант емессің ғой. Үйде қала берсің. Алайда тамақтан ауыстыңдар. Хананың бәлішті сағынып қалдым. Сағын болмасын емес ғой. Хананы қол алып қой. Кешірім сұрайсың. Бағалы бері қатты сұрағым келіп отыр еді. Мына пианино кімдікі? Біздің марқұм сіңіліміз Бестікі. Кешірім сұрайсың. Қайғыларыңызда ортақ. Сіз пианинода ойнай аласыз ба? Әрине ойнай аламын. Қарасаңыздар, қаласаңыздар сіздерге бір туын ойнап беремін. Я керемет болушы еді. Пианиноның естін үйретіп біраз болды. Шам басып қалған шығар. Сіздерге жақсы бір туын ойнап беремін. Өте қатты ұнады. Керемет орында болды. Сіз мені қатты таңдалдырдыңыз. Брависсимо! Кешіріңдер, эмоцияға беріп кеттім. Жігітке жетіне сияқты екен ғой. Бала кезімде музыкант болды, қатты армандап едім. Біздің ойында музыкант болғысы келетін не Валик? Иә, бала шағын армандаған көрі. Естеріңде ме? Біздің пик-пик деген клубымыз бар еді ғой. Иә, әрқайсымыз естіп, былай армандарымыз айтатын едік қой мырза болып. Сен Лоридің шкафқа тығылғаны естеріңде ме? Мен жолды сонда кездестіргенмін. Пикик деген не өзі? Қыздардың бала кездеріндегі қия ойындарының бірі ғой. Шығармайтындар жоқ па Әкетай біз неше күндесін ойлайтынбыз. Ойындарға бай отбасымыз ғой. Әңгімені жақсы жаратып жатыр екен. Бүгін кешкі асқа қаласыз ба? Өкінішке орай, уақыт өте кеш болып кетті. Маған кету керек. Қайда асып бара жатсыз? Қалмадыңыз ба? Қазір мен егер пойызға ертеде шықпасам үлгермей қалуым мүмкін. Күте тұрыңыз. Мен сізге бір тосын сыйым бар. Кезінде майданда мен өзімен бірге әрдайым сәттілік бойып тұрмағанын сақтап жүрмін. Bienvenue en France. Сәттілік сізбен әрқашан серік болсын. Жолыңыз болсын. Танысу келді. Енді мен жөнелтейін. Маған кезде Сіздер де сонда астарыңыз дәмді болсын. Маған бәрі қатты ұнады. Әттең. Бізде танысқаныңызға қуаныштымыз. Сізде келіп тұрған жоқ. Фрида, күте тұрыңыз. неменеге барлықтары маған тесіліп қарап отырсыздар? Мына қыздың көздері оттай жанып тұр ғой, байқадыңдар ма? Қалай байқамайсың? Профессор келген жолын таный алар емеспін тіпті. Бұлғыр қызар қойыңдаршы, асырасын деп тұрсыңдар. Асырасын деп тұрғаным жоқ. Барды бар деп неге айтпасқа? Я, Лори, атарбандайындашы. Жолны жігітпен болсам деп өңді ойлап, бірақ жарайды. Екеуінің де көздерінен махаббат жалын байқалып тұр. Сезімің бар болса, оны жіберіп алушы болма. Расымен де солай ойлайсыңдар ма? Қазір қимылдаса пойызға келесің. Жоқ, асығуым керек.
Қанша күн тұманда бұлдырап, қанша күн арман елдің ғұмырында таппай қалармын неде жүргенімді. Өзіңменен жұлдыздар жарқырап, өзіңменен ол әлем сән табар. Өмірімде бол, түсімде бол, тағдыр бізді қосар. Арайлап таң атқанда, бөленер нұрдай айналам. Көрмеппін ғажап мұндай, көк аспан шексіз ғалама, болмаған жол көрсетер, жүрегім елжірегенде. Айналамда барлығым өзгергенде, өзіңменен бірге. Джон, екеуміз бірге Калифорнияға барсақ. Сіз романыңызды жалғастырасыз. Ал мен профессор қызметпен айналыссам, қалай қарайсыз? Иә, мен сізбен бірге Калифорнияға баруға келісемін. Бірақ мен бір бітірмеген жұмысым бар. Жүріңіз. Иә, дәл осылай аяқталуға тиіс. Мэг та, Эми да өз бақытын тапты. Бәстің өлімі көңілге қаяу салғанымен, апалы сіңілілер оны ұмытқан емес. Ол әрқашан жүректе, ойда. Джо болса өз арманына жетті. Мәселе поэзияда, романда емес. Махаббат үшін өз арманыңнан бас тартудың қажеттілігі жоқ. Өзіңді, ойыңды, қылығыңды өзгертудің де еш қажеті жоқ. Әрбір қыз өз қалағанын жасауға, оған қарамастан ыстық махаббатқа бөленуге лайықты.